Баршаға сәлем. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында оңай дайын болатын печенье түрін көрсетемін. Өзіміз қолдан қызымыз екеуміз печенье жасаймыз. Ол үшін бізге өзімізде жейтін болғандықтан көбірек жұмыртқа салдық. 6 жұмыртқа. Негізі 2 жұмыртқамен істей берсеңіздер болады. Біз көпшілік болғандықтан 6 жұмыртқа қостық та 6 жұмыртқаға толтырып 1 пиалада шекер салдық. Жақсылап араластырып, сосын тағы да 1 пиала толтырып май құямыз. Ақ май, сұйық май. Міне 1 пиала майымыз құйып, енді бұны да жақсылап біраз уақыт араластырып аламыз да, сосын ұнымызды саламыз. Мінекей майды араластырып болып, ұн саламыз. Енді сол ұнның үстіне қасықтың ұшымен азырақ ас содасын алып, қосып жібереміз да. Електен өткізіп жібереміз. Әнекей мұны қосып жатырмын. Електен өткіземіз енді. Ұнды шамалап, жұмсақ қамыр болғанша қостым. Енді осы қоспаны қамыр болғанша осылай елейміз. Енді мен бұны 2-ге бөліп алдым да, біреуіне розовый қызыл паста қостым. Қызыл печенье қылу үшін. Өйстіп араластыра берсек, мынандай қызыл болып шығады. Негізі бұл розовый, қанық розовый, бұл қызыл сияқты болып көрінеді. Енді 15 минуттай тындырып қоямыз қамырымызды. 15 минут тынып болды. Енді кесіп бір келкі қалыпта домалақ боламыз. Бір жағы 5, бір жағына 4 қатар печенье жасаймыз. Мінекей печеньеларды домалақтап, бетін басып, кейін бетіне декор ретінде әйтеуір бір нәрсемен өзіміз жасасақ болады. Мен мына жерде кофенің қақпағымен жасадым. Мінекей мынау піскен түрі. Мынау розовый печеньенің піскен түрі. Ал бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай.